Бүгін біздің кезекті подкастымыз Санжар Керімбай мырзамен. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам, қош келдік. Рахмет. Киелі Маңғыстау жеріне. Мысалға Маңғыстау түбегінде неше түрлі бекет ата туралы аңыздар толып тұр ғой, тұнып тұр. Оның мынандай математикаменен, нақты ғылымдармен, физикамен егер сен оның бәрін зерттеймін дейтін болсаң, ол аңыздардың бәрі логикаға сыймай қалады. Сосын бұның бәрін жалғанға балайды тағына керек жоқ дейді, ығыстырып қоқысқа лақтырып жібереді. Жаңа батырлар жыры, ертегілер біз білеміз, біздің ол жаңа қиссалар балаларымызға үйрету үшін бір керекті мына жерде бір фильтр жасаған дұрыс па? Мектеп бітіргенше мен саған смартфон әпермеймін дедім. Кеш түсініп жатқан ата-аналар, яғни қандай шара жасау керек болып тұрады. Баласы ағылшынша судай сөйлеп тұрса да, адамгершілік, мәдениет, көрегендік, әдеп мәселесінде егер кері кететін болса, ол бәрі бақытты өмір сүре алмайды дегенге іштей келді және көндікті соған. Ажырасу көп екенін білесіз. Бұған материалдық жағдайдың да ақпараттық заман дейміз, әртүрлі жан-жақтан қаумалап жатқан ақпараттар көп. Қазір ажырасып отқандарды қарап, әлеуметтік жағдайдың нашарлауынан ажырасты дейін десең, онда 50-ші жылдардағы Хрущевтің нанын жеп жүргендер жаппай ажырасып кету керек еді ол кезде. Сондықтан ол вариант өтпейді. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біздің кезекті подкастымыз Санжар Керімбай мырзамен. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам, қош келдік. Рахмет. Киелі Маңғыстау жеріне. Әңгімеміз сол отбасы құндылықтары. Сіз қазіргі таңда өзіңіз отбасы хрестоматиясы деген баспаңыз бар. Әрі де осындай өзекті тақырыпты қозғап жүргеніңізді білеміз. Жалпы бұл салаға дейміз бе, бағытқа сізге келуге қандай не түрткі болды? Не түрткі болғанда ол өзі мынандай нәрсе ғой. Қазақстан деген өзі соңғы 70 жылда 91 жылға дейін СССР деп аталатын империяның құрамында болды. Соның Қазақ СССР деп бір республикасы болып тұрған. Сол кезде бұл қазақтардың өзінің ана тілінде бір рухани құндылықтарды алуға тыйым салынып, атеизм деген ғылым кәдімгі мемлекеттік дін ретінде балабақшадан бастап университеттің мемлекеттік емтиханына дейін насихатталған мемлекетте біз өмір сүргенбіз. Содан кейін бұл 91 жылы СССР деп аталатын империя құлайды, тарайды, ыдырайды, жоқ болып кетеді. Оның орнына Қазақстан Республикасы деген жаңа мемлекет пайда болады. Содан енді жаңа мемлекет пайда болғаннан кейін, мына танымы терең, мына ұлтшылдықты сауатты түрде жүргізе алатын адамдардың бәрі басында біз баяғы тыйым салынған рухани құндылықтардың бәрін жаңғыртып, өзіміздің жаңа Құдай жаратқан қазақи болмысымызға, бала шағамыздың көкірегін жаңағыдай құндылыққа толтыратын атаның, әженің құнарлы әңгімесіне ораламыз деп дәметкен. Бірақ енді біз Қазақстанның соңғы 30 жылдағы тарихын жақсы білетін, сонымен бірге жасасқан адамдардың бәрі біледі. Керісінше Қазақстан рухани деградацияны бастан кешіп, ішкі саясатта да, сыртқы саясатта да, экономикада да ол өте қатты кері кетті және тіпті СССР-дің кезіндегі мектеп жүйесі мен СССР-дің кезіндегі мектеп оқулықтары, қазақшасын айтып жатырмын, солардың сапасына зар болып қалған ел. Сондықтан бұл біздің бала шағамыздың бәрін, тәрбиесін бәрін миын айландырып, қайдағы жоқ саяси нәрселердің бәрін салып, оның үстіне мектептегі оқулықтардың бәрі орыс мектептеріне арнап жазылған кітаптарды, оқулықтарды Google Translator'мен әшейін жансыз аударғандағыны адам түсінбейтін мәтіндермен бұны лақтырып жіберген бізге. Осыған байланысты дін идеологияны елдің бәрі өте жақсы біледі. Сәл болғанда Қазақстанның мемлекеттік діні салафизм, ваххабизм болуға сәл-ақ қалды. Бұл қаңтар оқиғадан кейін ғана тоқтады. Осы жерде маңғыстаулық отандастарымызға алғыс айтып кету керек. Қаңтар оқиғасының солай Жаңаөзеннен басталып бүкіл Қазақстан шарпуына себепкер түрткі триггер болған ел болған үшін. Соның арқасында әйтеуір кішкене алдыңғы жыланның басы қайтып, кішкене сәл де болса есімізді жинайтын жағдайға келдік. Міне бұл осындай оқиға, бұл енді өршіп тұрған кезінде, бұл енді 2012 жылы Қазақстанда үлкен салафизм, ваххабизм идеологиясын тарататын адамдар күшіне мінген кезінде өзінің қастастарын бәрін қиратып, сындырып, соттап сондай болған. Міне содан кейін біз санаулы саусақпен санаулы бірнеше жігіт қалғаннан кейін бұл енді кішкентай баланың, болашақ азаматтардың көкірегін рухани құндылыққа, бұл енді ғылымдағы атауы оны трансцендентті құндылық деп айтады. Себебі философия, академиялық білім деген ол мынандай діни терминдерді қолданбайды, халық терминдерді қолданбайды. Сондықтан ол құдайлық,
тәңірлік құндылық деп айтпайды, оны трансцендент құндылықтар деп айтады. Яғни бұл әлемнің ішінде жоқ, ғайыпта тұрған, бұл әлемнен тыс тұрған құндылықтар деген ғой. Мейірім, шафағат, әділдік, жауапкершілік, ар ұят, өлімге дайындық, махаббат, өзінен өзі есеп алу деген сияқты қасиеттерді сол құндылыққа жатқызады. Сондықтан біз енді қазақша не дейді, бір жылдығын ойлаған ел бидай егеді, 10 жылдығын ойлаған ел ағаш егеді, мәңгілігін ойлаған ел баласының жүрегіне ізгіліктің дәнін егеді дейді. Міне енді осы нәрсе дән егілмей қалған. Ал енді біз ол кезде де біраз хабарымыз бар еді. Карл Армстронгтың біз сол кезде біраз кітаптарын оқып жүрдік. Соның ішінде ол да айтатын 21 ғасырдың адамдарына өте ауыр тиіп жатыр. Себебі бұлар логостық логостық ойлау жүйесін дамытты дейді, рацио дейді. Енді ақылға табыну, кез келген нәрсе логикамен шешу, жүректің қалауын араластырмау деген сөз. Негізі жүректің қалауының араласу ол аңызбен жүреді. Мысалға Маңғыстау түбегі неше түрлі бекет ата туралы аңыздар толып тұр ғой, тұнып тұр. Оның андай математикаменен, нақты ғылымдармен, физикамен егер сен оның бәрін зерттеймін дейтін болсаң, ол аңыздардың бәрі логикаға сыймай қалады. Сосын бұның бәрін жалғанға балайды тағына, керек жоқ дейді, ығыстырып қоқысқа лақтырып жібереді. Оның кесірінен баланың көкірегіндегі мына хикмет кеудесі, адамның мына ғайып тылсым әлеммен байланысып тұратын ортасындағы мифтік жаңағы аңыздық танымдардың бәрі өліп қалады. Соның кесірінен адам мына осы дүниенің тұтқынына айналады, былайша айтқанда бұзып жарып шыға алмай қалады. Ал енді бұл дүниенің тұтқынына айналған адам құсалыққа ұрынады кәдімгідей. Мәңгілікті аңсайды, мәңгілік мұраттарды көздегісі келеді, бірақ істейін десе мына логика шырмап аяғына тартып жібермей тұрады. Сондықтан осы құрсауды сындыру үшін біз 2013 жылы отбасы хрестоматиясының бірінші сериясы әлдиден эпосқа дейін деп аталатын кітап, бала шыр етіп дүниеге туғаннан бастап бесік жырынан басталсын деп содан жинағанбыз. Яғни сол кездегі бала емізіп отырған, сол кезде енді дүниеге жаңа сәби алып келіп отырған ата-аналар басқалардың жіберген қателіктерді жібермесін, бөбектерінің көкірегін, бейсанасын, түпсанасын осындай қазақы рухани құндылықтармен толтырып өсірсін деп бесік жырынан бастадық. Тағына санамақ, тақпақ, жұмбақ, бата, сосын баталар жыры, діни қиссалар осылармен толтырдық. Енді ол кітаптарды басында шығарған кезде көзқарақты, өте парасатты адамдар бірден түсінді бұны, өте керек кітап екенін. Ал көбісі ол кезде әлі орыс тілі мен ағылшын тілінің ықпалынан шыға алмай, әсіресе ағылшын тілінің культі күшейді ол кезде 13-14 жылдары. Баласы ағылшын тілін оқытып мектепке бермесе, адамдар артта қалып кеткен сияқты сезімге бөленген. Бірақ соңғы 3-4 жылда ол тенденция әлсіреді қазір. Қазіргі бізді көріп отқан ата-аналардың көбі баласы ағылшынша судай сөйлеп тұрса да, адамгершілік, мәдениет, көрегендік, әдеп мәселесінде егер кері кететін болса, ол бәрі бақытты өмір сүре алмайды дегенге іштей келді және көндікті соған. Сондықтан отбасы хрестоматиясының осы кітаптарына деген сұраныс күрт артты дағыны, соңғы 1 жыл біз үйіміздің бетін көрмейтін болдық. Яғни семинарларға шақырып, мына кітаптарыңыздың қандай маңызы бар, соны ата-аналарға және коллективке түсіндіріңіздер, біз шақырып. Ақтауға да сол шаруамен келдік мысалға. Енді керемет. Енді жаңа батырлар жыры, ертегілер біз білеміз, біздің жаңа қиссалар, жалпы бұлардың негізгі түбі біз балаларымызға үйрету үшін бір керекті мына жерде бір фильтр жасаған дұрыс па? Фильтр жасағанда, дұрыс. Мысалға біз Қиссасул Анбия деген кітапты шығарған кезде оны фильтр жасайсың. Себебі оның ішінде олар орта ғасырда Алтын Орда дәуірінің империяның дүрілдеп тұрған кезінде олар енді өзінен басқаларды былай менсінбей асқақтап сөйлейтін әдеті ғой, түркілердің енді. Сондықтан оның ішінде орта ғасырда қолданыла беретін сөздер бар. Олар қазір 21 ғасырда бір дөрекі, тұрпайы сияқты қабылданады. Мысалға кәпірді кәпір деп айта беру деген сияқты ғой енді, алты өлтіріп тастады деген сияқты. Ол кезде ол орта ғасырлық құндылықтарда нормал болып көрінген. Ал 21 ғасырда оны олай жасай алмайсыз. Оның бәрін тігісін жатқызып, кәпірлер демейсіз. Оны зұлымдар, надандар, жүрегі қатайғандар, қатыгездер деп сондай сөздермен, синонимдермен ауыстырып отырасыз. Ал енді одан бөлек бұл енді тағы бір нәрсе бар. Мынау ғасырлар сүзгісінен өткен, ғасырлар сынынан өткен деген түсінік бар да. Егер шынымен де бір қоғамға бір аса қауіпті бір адамды гүлдендіріп жіберетін емес, аздырып, тоздырып, қатыгез қылып жіберетін егер сондай бір идеялар болатын болса, оны әуелден ақ парасатты адамдар тыйым салып, оны тоқтатуға, жоюға, өртеуге тырысып отырады өзі. Ал
біздің қазақ қоғамында сол кезде алғаш ұсынған құндылықтарымыздың бәрі олар ғасырлар сүзгісінен өтіп кеткен. Олардың мысалы 1000 жылдық тарихы бар. Алысқа бармайық, сіз Қожа Ахмет Яссауидің хикметтері деген 1000 жылдан бері бар мысалға. Ол 1000 жылдың сүзгісінен өтіп кеткен. Ол адамдарға бір мейірім, махаббат, ізгілік, бір ақирет ұғымын, өлімге дайындықты, көкірек көзін ашуға деген құмарлық, Аллаға ғашықтық деген сезімдерді қалыптастыратын болғаннан кейін ол хикметтер өтіп келе береді. Біз мысалға шығарған тағы бір кітап не? Ол Сияр Шәріп. Сияр Шәріптің авторы мысалы Алты бармақ шымыры деген, ол 15-ші ғасырда өмір сүрген Шымкенттің қазағы ол. Мысалға ол өзінің алғашқы осы Сияр Шәріпті парсы тілінде алып келатқан кезінде Герат қаласында Әлішер Науаиға жолығып, Әлішер Науаи айтқан, мына қазақша аудар. Қазақ хандығы енді құрылып жатқан кез. Сосын ол сол жерде Гератта тоқтап тұрып, парсы тілінде жазылған осы Сияр Шәріп деген кітапты қазақ тіліне аударған. Сосын бар бізге қазақша нұсқасы келеді. Сонда байқағанда оның да 5 ғасырлық тарихы бар. Одан кейін біз тағы бір аударған кітап ол 1000 сұрақ. 1000 сұрақ мен қашан шыққанын білмеймін. Бірақ ол қазақ даласына өте кең тараған. Біз 92-93 жылдар біз тәуелсіздік алған кезде сол 1000 сұрақтың алға шыққан нұсқалары бір брошюра сияқты вокзалдарда нелерде көп сатылып тұратын тұғын. Сондықтан ол қазақтар одан қорықпайды, үрікпейді. Атасы оқыған, әжесі оқыған, көбісінің сандықтарында бұл сақталып қалған. Сондықтан біз бұл құндылықтарды алған кезде бас көз жоқ, оны жаңағыдай ешқандай фильтрден өткізбей оны ала бермейсің. Қайсысы жаңағыдай ғасырлар сүзгісінен өтті, қайсысы халықтың жүрегінен орын алды, қайсысы мысалға мұны мектепте тексеруге болады. Мысалға көрнекті қазақтан шыққан ұлы қайраткер, ғалым, Бауыржан Момышұлы болсын, Қаныш Сәтбаев болсын, Нұртас Оңдасынов болсын, осында қайраткерлердің кішкентай кезінде оқыған кітаптарын, қандай кітаптар оқыған деп сұрай саласың. Алып қарайсың, мысалға бәрі тұр тізімде. Сол тізімге қарайсың да, аналар кезінде оқып өсті. Бұлардан осындай керемет гуманист, жүрегі жұмсақ, бірақ зұлымдықпен күреске келгенде мінездері қатал, табанды адамдар өсіп шықты. Демек, бұл құндылықтар өзін ақтайды. Деп сондай критерийлермен оларды ала бересің. Басқында өзінің тарихы бар құндылықтар келеді бұл жерде оралып. Сырттан ол қазақ қоғамы, қазақ топырағы өмірінде көрмеген бір кітапты алып келмейсің ғой бұл жерге. Өзінің осы топырақта өсіп өнген, осы топырақта жазылған. Мысалы Алтын Орданың кезінде жаңағы Қисса Сүләйме ол Қазақстан топырағына жазылған, Сияр Шәріп Қазақстанда жазылған, 1000 сұрақ Қазақстанда жазылған. Енді Қазақстан деген түсінік жоқ енді өзі. Қазақ топырағы деп ала береміз. Анау жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, біздің осы тәрбиемізге СССР-ның бір ықпалы тиді депті. Енді қазіргі кезде білесіз, ақпараттық заман дейміз, мынау кешегі жарлықтарда да қазір технология бет бұрып жатыр. Ал енді осы бізге қазіргі отбасыларға қалай әсер етуі мүмкін? Жаңағы енді дін мен дәстүрді немесе қазіргі заман талабына сай қалай өмір сүруге болады, ұстануға болады? Жақсы, бұл жерде енді мен қазір теорияға кіріп кетіп ақыл айтатын болсам, біз көріп отқан адамдардың бәрі шекесі тыржиып, бізді жақтырмайды. Дәл осы әңгімені сендер сияқты бүкіл дүние жүзінің адамдары айтып отыр, қойыңдаршы айналайын деп. Сондықтан бұл жерде теорияның соңынан тәжірибені алдына жіберу керек. Мысалға мен өзім 7 балам бар, мен 7 баламды да өсіретін кезде мен мына барынша технологияның ықпалын алыста ұстауға тырыстым. Мүмкіндігінше телефон бермеуге. Мен телефон соңғы пандемияның кезінде ғана амалдың жоғынан беруге мәжбүр болдым. Оған дейін мүлдем ұстатпайтын тұғым. Сөйттім дағына бұл өнер алды қызыл тіл деген жаңағы тәмсілге жатып алдым. Сөйттім дағына бұлар кішкентай кезінен бастап санамақ, тақпақ, жұмбақ, қуырмаш деген қазақы құндылықтармен өсіре бердім. Ол кезде менің замандастарымда бұл бір мен артта қалып кеткен, орта ғасырдың сарқыншағына алып керек жоқ нәрсені бір салаңдатып сөйлеп жүрген сияқты көріндім. Олар күлді. Тіпті мен ең үлкен балам шешесінің ішінде жатқан кезде мына қарнына апарып қазақша күй жырларды қойып қоятын тұғым, іште жатып тыңдай берсін. Сол бала музыкаға бейім болып, жап-жақсы күйші болып шықты. Содан енді мен бұны жасадым. Кейін енді мына телефон келді, өзі кітаптарым шығып атты. Сосын мысалға мен соңғы ең кішкентай қызым 13-те, одан кейінгі балам 10-да ғой. Оларды алып алдындағыны әлдиден әпсқа деген кітапты алдындағыны 5 жылдан бастап жаттайсыңдар дедім. Тіл шыққаннан кейін жайлап, оны қалай жаттатасың? Сау өткізіп басына төгіп жібермейсің оны. Бір күнге бір шумақ жетеді деп айтасың. Бүгін келеді, отырады, менің балам осы ма, басында бақыт құсы ма, ғайыбынан 40 жыл тең, бөбегімнің досы ма, болып бүгін осы жетеді. Ойнай бер. Бітті ма, бітті. Ертең тағы келеді, енді жалғасын. Алатта менің балам Жүсіптей, болар мекен айбатты, ажарың айдай толсын деп, иллалла деп тербеттім дейсің, 10 жатта болады.
Болды ма? Болды, бітті. Екеуі болады. Сөйтіп кете береді. Ал бір айдың соңында енді бәрін қосып айт деген кезде ол 30 шумақ айтады. 30 шумақ айтқан кезде ол жарты сағат тұрады. Сөйтіп санамақ, тақпақ қоса бердім. Сосын Алпамыстан қостым. Алпамыс батыр жырының бір 60% дейін ба жатқа соғатын болды, 7 жасар бала. Бұл оның бәрін көкірегін осы құндылыққа толтыра берді. Сосын мен балам айттым, кішкентай кезден 8 жасында, 7 жасында мектеп бітіргенше мен саған смартфон әпермеймін дедім. Тек қана қазақы құндылықпен өсесің. Осы ән, күй, жыр, жұмбақ, қисса бәрін оқып шығасың, жаттап аласың. Содан кейін мектеп бітіргенше мен саған сол заманның айфонын алып беремін дедім. Болды деді. Мына құндылықтар әлеміне қызығып, соның ішіне жетектеліп, жай кіргеннен кейін альфа ұрпақ, зет ұрпақ, бәлен ұрпақ, бет ұрпақ дегеннің бәрінің әшейін қолдан жасалған өтірік екенін мен көрдім. Менің сол құндылықтарды тілі шыққаннан бастап сіңіріп өскен балаларым, ол альфамен де шаруасы жоқ, бетамен де шаруасы жоқ, гетамен де шаруасы жоқ. Кәдімгі 80-70 жылдардағы ешқандай телефон жоқ кезде кітаппен өскен балалар сияқты өсті мысалға. Олар бір бұратылып, қиналып, смартфонның жоғынан кәдімгідей бір еңсесі түсіп кетіп, тұра алмай бір жылап атқанда бала жоқ. Үйге келеді, кітаптарын алып атты, қызығына кіріп кетеді, отыра береді. Үй тапсырмасының бәрі класс жетекшілер жіберген кезде шешесінің телефонына түсетін істеп тастаған. Соны енді қызығы менің балам Астанаға келді ғой енді, соңғы бір жылда. Соң ойладым, Астананың орыс ортасы маларды енді бір жылдың ішінде таптап тастап жаншып, бір жылдың ішінде орысша қақсатып қояр ма екен, қайтер екен, көрейікші енді осыны. Ішке түскен құндылықтар қаншалықты төтеп береді соған сыртқы әсерге. Сентябрьде майдың соңына дейін 9 ай оқыды бұлар. Орысша бірде-бір сөз, бірде-бір сондай бір боқтық сөз болмаса бір жеңілдік бір приколдар солай сіңірген жоқ. Сол күйі қалды. Ары қарап кітабын оқып кетіп бара жатыр. Енді мен 10 жастан астым ғой, 13-тен астым маған телефон әпер деп жылап атқанда бала көрмедім мен. Сондықтан бұның қазіргі ата-аналардың көбісі осындай бір манипуляцияға түседі да, ойбай технология заманы, бала тула салып телефон ұстамаса қалып кетеді. Бұл сұмдық жаңағыдай жылдамдықпен дамып жатыр деген. Ештеңесі де жоқ. Мен сол телефон жоқ, балам сол телефон шұқылай алмайды деп отырсам, жаңын шығарып жібереді. Қаяқтан біледі оны? Мектепте класстас балалардың бәрінің қолында бір телефон, бір-бірімен алып ойнап, көзбен көріп алып үйрене береді олар ана. Үйге келгенде де мамасының алып алып шырайландыра береді мынандай. Сондықтан ол қалып кеткен ештеңесі жоқ. Керісінше, сол гаджеттерге ойбай кішкентай кезінен технологияға бейім бола қаламыз деп, бірдіннен ағылшын тілін үйретіп, 6 жаста әлі қазақ тілінде, ана тілінде анық сөйлей алмайтын бала шағалардың бәріне технология тілі, ғылым тілі, ағылшын тілінде үйретіп еді, балалардың бәрі дүбәра болып қалды ана жерден. Не қазақша білмейді, не ағылшынша, ол ештеңе емес, ағылшынша былай қазақша анық сөйлей алмай қалған. Ол құндылықтар әлеміне кіре алмай қалды. Бұл кішкентай балада жалығу сезімін туғызады. Бала ештеңеге қызықпайды. Негізі баланың дұрыс өсіп келе жатқанын қайдан білесің деген кезде natural curiosity деген болады, табиғи қызығушылық. Яғни бала жаңа мынандай табиғи құбылыстарды көрген кезде ауыз ашылып, таң қалып тұрып қалу керек. Мысалға толған ай көкжиектен шығып келе жатқан кезде жаңа апельсин құсап, ауыз ашылып қарап тұру керек. Жұлдыздарға да қарағанда ауыз ашылу керек. Сол таң қалатын сезімдерін бәрін өлтіреді тағыны. Сосын мына цифрлық технология шамадан тыс көп үйір болғанда бұл тағы бір ауру туғызар. Бұны солипсизм деп аталады. Солипсизм деген соло дегеннен шығады. Яғни жалғыз дегеннен соло. Солипсизм деген бір өзі ғана бар әлем деген сөз. Мына цифрға мен қарап отырып, бүкіл әлемді интернеттен қарап, мына миының ішіне тоқып алып, жинап алып, жүр далаға шығып ойнап келеміз десең, интернеттен көре салам дейді ғой. Сосын осындай деген күйші болады, бүгін күй кешіне барайық, болмаса спектакль болады. Ертең ютубқа қояды, сөзден тыңдай салам дейді ғой. Ол цифрмен, диджиталмен, технология арқылы сыртқа шыққан кезде ол өзінің адамның ішкі дүниесін шайқайтын пәленбай процент сапасын сыртқа тастап кетеді. Сондықтан мен бізді тыңдап отқан егер ата-аналардың ішінде көзқарақты парасатты адамдар болатын болса, оларға айтамыз біз. Сіз ештеңеден қорғалып отқан жоқсыз. Балаңыз бәрібір қоршаған ортаның ықпалымен сол технология әлемінде бірге жасасып, бірге үйреніп кете береді. Бірақ сіз баса назар аударып, қатаң қадағалап отырып үйрететін нәрсе ол қазақы тәрбие. Балаңыздың туғаннан бастап бесік жырын айтасың, тілі былдырлап шыққан кезінде қуырмаш айтасың, сөйлей бастағанда санамаққа кетесің, сосын тақпаққа ауысасың, сосын батаға жұмбақ, жаңылтпаш тіліндегі мүкістің бәрін қирап сындырып тастайды. Содан кейін барып трансцендентті құндылықтар кезеңі кетеді. Ол кезде діни қиссалар кетеді. Пәлен пайғамбар, бекет атаның аңыздарын айтсаңыз да болады, ол да жүре береді.
Сосын батырлар жыры, бұл патриотизм, батырлық, ерлік, өрлік. Ал енді рационализм қай кезде пайда болады? 14 жаста пайда болады. Яғни адамның аңызға ертегі сенетін таным жүйелерінің бәрі солады, ұшып кетеді деп айтса да болады. Оның орнына рационал таным, яғни әр нәрсені ғылыммен тексеретін жасқа келеді. Сондықтан 14-15 жасыңыздан бастап физика, математиканы ары қарай оқып кете бересіз. Елдің бәрі маған айтады, оны 6 жастан бастап үйренбесе кеш болады пәлен пәшін. Неге онда Қаныш Сәтбаев 12 жасына шейін қазақша тәрбие алды да? 12 жасынан бастап бірінші мектепке барып орыс оқыған Қаныш Сәтбаев, 21 жасында Томскіге барып ауырып сырқау жүріп туберкулезбен жағаласып жүріп оқыған Қаныш Сәтбаев нөмір 1 академик болады дағыны жер планетасындағы нөмір 1 геолог атағын алады. Неге солай ол? Ол оның кеш мектепке барған білініп тұрмайды мысалға. Ол әлемнің алдына түсіп кетті мысалға. Сен балаң бір жерден тумай жатып 6 жасынан бастап тықпалап аласың. Бір құлағынан бір көзіне телефонды, бір көзіне ағылшынды. Бір қатырып отқан ештеңе жоқ қой сен ілесіп отқан. Сондықтан мен өзімнің ұстаным үйдегі бала шағама қолданған жаңағы тәжірибеге 13 жасқа шейін 12-13 жасқа дейін тек қана қазақ тілінде сол трансцендентті құндылықтарды құлағынан, көзінен құйып, көкірегіне қондырып, баланы тойдырып тастау керек. Өмірге бала қатты құштар болып тұрады сол кезде, білсем, танысам деген. 13 жастан былай қарап ағылшын үйрете бер. 13 жастан былай қарап математика үйрете бер. Тереңдетіп, оған дейін де ғой енді. Одан кейін ағылшын тілін оқысын. Ол 13 жасқа шейін құндылыққа қаны өскен мектеп оқушысы IELTS-та 3-4 жылда жылып алады. Түкті қиын жоқ оларға. Сондықтан біз бұны тәжірибеде жасадық, және бұны жалғыз мен бір өзім жасап отырған жоқпын оны. Мен маңайымда бізге жақын жүретін оқырмандар, бірге тұратын ауылдағы көршілер, ағайын тума туыстың балдары осындай қызметке қол жеткізді. Жалпы Санжар енді бұл ертегі айтатын жаңағы қисса оқитын ата-аналар салыстырмалы түрде бізде аз ғой. Жаңа айтып өткендей, жаңа бала 13-ке толды, ешқандай қисса естіп өскен жоқ, ертегі естіп өскен жоқ. Жаңа айтқан құндылыққа кіре алмай қалып отырсыз ғой. Енді оны түсінген, кеш түсініп жатқан ата-аналар, яғни қандай шара жасау керек бұл тұрғыда? Енді бұл ең күрделі проблема. Шынымен де біз осылай деп айтқан кезінде, басында осыдан 3-4 жыл бұрын біз осылай айтқан кезде көп ата-аналар бұны жаңағыдай күмәнмен, күдікпен қарсылап алды. Ой, бұл да айта береді екен. Не көп соншама. Менің өзіме әлі жаңағыдай 14-15 жасар балам кішкентай баладай көрінеді деп соққан тұғын. Сосын енді балалар енді кускеде ол өскеннен кейін қайдағы жоқ ит мінездерін бәрін шығарады. Дөрекі сөйлейді, ақыл айтады өздерінше. Сәл сын айтса жаңағыдай есі тарс еткізіп жауып кетеді. Өзімді өзім өлтіремін деп қорқытады, манипуляция жасайды, ақша алады бұлардан. Сондай жағдайға ұрынған кезде ғана бар, олар өздерінше тапырақтап енді бұған ойбай жаңағы әдеп үйретуіміз керек, мәдениет үйретуіміз керек. Бұл маған жаңағыдай ұялмай қызармай тупойсың деп айтты. Бұл не деген сұмдық деп өзінше жүгіреді ары бері. Ол кезде болды, сіздің оқып отқан мораліңіздің бәрі баланың жүйкесіне тиеді. Бұл проблемаға уже асқынды бұл кәдімгідей, және оны көзбен көріп отыр. Шынымен де кезінде осылай деп айтқан кезде біз күліп едік, мән бермеп едік. Мынау деген сұмдық болды. Өйткені баланың көкірегі 13-ке дейін рухани ұлттық құндылықтармен толмады ма? Ән, күй, жыр, даналық сөздермен олар толыспады ма? Оның орнына бос сөз, бос әңгіме, дөрекі, боқтық, бұлақ сөздердің бәрі жайғасып алады, болды бітті. Сосын оның бәрі сыртқа шығады. Ең болмаса осы балаларға бір әсер етіп көрейік деп, рационалдық танымы күшейіп кеткен балаларға арнап біз тұлғалық серияларды сол үшін шығардық. Мысалға Бесен және болмыс деген ол аңыз емес, ол қисса емес, ол кәдімгі өмірде болған оқиға. Сосын Бесеннің жаңағыдай қандай жанкешті ерліктер жасап жүріп қоғамға оңынан ықпал еткені баяндалады. Енді жаңағыдай рационал таныммен өскен адамдардың өзі сонымен өмірін салыстырып, мен неге Бесен сияқты бола алмаймын, мен ақ Бесен сияқты осындай азамат болып өсе алмаймын деген сұрақтарға шартылады тағына кеш те болса сол кітаптарды оқуға талпынады. Енді бұл тула салып болса 5 жасынан 6 жасынан сіңіргендей екпінді болмайды, бірақ бұл жоқтан жақсы. Әлде сен біраз жақсы жағдайға алып келеді. Біраз уақыт жоғалтасың деген сияқты. Одан кейін Өзбекәлі Жәнібек мысалы, ол да мектептегі балаларға өте қатты әсер етеді. Біз мысалға мектептерге барып жарыс ұйымдастырғанда, мысалы Арыс қаласында болды. Бірінші мектепке алып барып, Өзбекәліні оқып осыдан жарыс өткіземіз деген кезімізде мектептің балалары күледі. Бізге кітап оқытпақшы деп.
Сосын енді бұйрықтың аты бұйрық. Қолдарында билік бар мұғалімдердің. Оқисыңдар деп жарысқа қатыстырады, артынан ақша тегеді, қызықтырады. Олар сол кітаптың өзі бір 30-40 бетін оқығаннан кейін қызықтар әлеміне кіреді. Тұлғаның. Сосын оқи бергесін, ананың өмірі сондай қызық, ана баланың ішін бәрін шайқайды. Бала өзінің анамен салыстырады. Сол жаста мен не істеп жүрдім мысалға. Өзбек әлі менің жасымда не істеді? Мен не істеп жүрмін. Сосын өзбек әлі мына жасында мынанша шаруаны тындырған екен, мен сондай шаруа тындыра аламын ма деген өлшем түрлері шыға бастайды. Сол кезде қатты шайқалады тағына, бұл балдардың бәрі өзбек әлі оқып өскен әдебиеттерді біз де оқиық деп артқа қарай қайтқандар да бар. Мысалға мен бір қызыққа тап келдім. Алматыда Сүлеймен Демирел атындағы университеттің бір IT мамандығын бітірген бір қыз өзбек әліне оқып, мен мына құндылықтарын бірде-бірін меңгерген жоқпын, технология әлеміне сүңгіп кеттім, масқара дейді тағына. Ұмытпасам, Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің мәдениеттану деген факультетіне магистратура түсіп кеткен. Енді байырағанда IT-дан мәдениет бөліміне факультетіне ауысу деген енді шалт бұру бұл деген сөз. Енді ол не істейді? 2 жыл сол кішкентай кезіндегі жіберіп алған кеудесіндегі хикмет сандығын мазмұнды әңгімелермен толтыруға енді бар өнерді салады. Бұл енді бұның өзі жоқтан жақсы, осының өзі жеміс береді. Осының өзі адам бірталай жерге апарады. Ал енді тула салып тыңдап өскендер Қаныш Сәтпаев сияқты гигант болады. Мен өзім әжем болды үйде, үлкен кісі кезіндегі әжелер ғой. Белі бүкірейген, ақ орамал түспеген, қайтқанда тек шешілді ғой өзінің. Ертегісін тыңдап өстік қой бала кезінде. Онда оның рахатын көріп жатсың. Мен сол айтайын деген кейде жаңағы бізде термелер көп қой Маңғыстауда. Кейбір өзіміз қатарлы жігіттер түсінбей атады, мәніне кіре алмай атады. Маған шынымды айтсам ұнайды да. Сол сіздің ойыңызбен мен кәдімгідей келісе отырамын да. Себебі деген сол ертегілердің бұның барлығы жаңағы бойымызға сіңіріп өстік қой. Соның бәрі әсер шығар деп. Мысалы сенің жасың нешеде? 25-те. Көрдің бе мына? Сен қазір 25-темін дегенмен өзіңді 60 жасар ақсақалдай ұстауың керексің. Осы бастан бос сөз, бос әңгімеден тыйылып, осы жасыңда сен аузыңды ашқан кезде құндылық сенің тіліңнен дестек болып, рухани дүр гауһар төгіліп тұру керек кәдімгідей. Ал енді басында сені де мен мазақтаған сияқты біраз адамдар мазақтайды. Артта қалып кеткен, бір шалдар сияқты, жаңа заманға ілесе алмай жатқан бірдеңе, консерватор деген біраз нәрсені айтады. Бірақ ары кетсе бір 10 жылдан кейін сенің жасың 35-ке келген кезде сол қуыс кеуденің кесірінен іштерінде мынандай рухани ыдырау процесі басталған жігіттер басын тауға да ұрады, тасқа да ұрады, өзінің баласымен жауласады, игере алмайды баласын, әйелімен екеуінің арасында бір байланыс орнамай қалады. Сол кезде сенен келіп ақыл сұрайды. Енді аға қазір сіз қуыс кеуде деген кітабыңыз бар да. Ол жерде жаңағы айтып өткеніңізде адамдар жалғыздыққа түседі. Жаңағы бала кезден осыларды толтырмаған соң кеудесі қуыс болады дедіңіз. Яғни қуыс кеуде ғасыр деп те атадыңыз. Енді бізде қазір отбасылық мәселеге оралсақ, енді ажырасу сірә бірінші орында, адам өзін өлтіру бірінші орында. Енді қазір адамдар жастар арасында үйленудің өзі азайып кетті. Үйленбеу де кетіп белең алып жатыр да. Кеше бір күні кеше 2 күн бұрын көрген статистикада уже 30 жас, орта жас 30 жас деп келіп жатыр. Енді бұл рухани құлдырау қалай емі деген секілді. Емі бұл жерде ең бастысы біз ол диагнозды дөп қойдық. Оны толтыратын құндылықтар мынау деп, орта ғасырдың қойнауынан қайтадан адаптация жасап, текстің бәрін қазіргі мектеп оқушылар қиналмай оқып түсінетін қылып редакция жасап қойдық. Бұл тараптың шаруасы тынды. Яғни қандай құндылық қиямыз деген кезде сұрақтың жауабы тұр. Сар кітаптардың бәрі жарқырап тұр. Қиссасул әмбия тұр, махаббаттың мәні тұр, экософия тұр, мың сұрақ тұр, бесен және болмыс тұр, сиар шәріп тұр, әлдейдің эпосқа дейін тұр, салт дәстүр сөйлей тұр, тотып тастадық. Енді бұның қоғамға таралып жүзеге асуы маған я саған тәуелді емес. Бұнымен облыстың әкімі айналысады. Оны облыстың әкіміне барып айтасың. Сосын ол не істейді? Сосын ол білім бөлімінің басшысын шақырып алады, облыстық болмаса қалалық шақырады. Сосын тұрады да айтады. Мына біздің аймақтағы
адамдардың, жастардың рухани азу, тозу, мәдени деңгейлерінің құлдырап құлауы адам шошитындай деңгейге дейін барды. Енді мына құндылықтың бәрін алыңдар да қайтадан мектепте осы кітаптарды оқытатын қылып кіргізіңдер дейді. Бұл бітті. 2 жылда сап тыйылмаса, сосын маған келді. Сондықтан біздің тарапымыздан жасалатын жұмыс бітті. Енді әкімге қоятын, облыстың білім бөлімінің басшысына қойылатын сұрақты енді маған қоюдың түкке де қажеті жоқ. Енді менің орныма келесі жолы сол чиновниктер келіп отырады. Енді сіз сұрақты солай қоясыз. Осындай Алматыдағы отбасы хрестоматиясы баспа үйінің жігіттері, авторлары әлембай рухани құндылықтың бәрін қазып әкеп қуыс кеудені толтыратын трансцендентті құндылықтарды орнына келтірді. Енді сіздер соны қашан мектепте айналымға саласыз деп сол сұрақты сұрайсыз. Енді олардың кезегі. Ал егер олар біз дайынбыз, бүкіл мектепке қазақы тәрбие кіргізгіміз келеді, бірақ қай кітапты қолданарымызды білмейміз. Мына қазақтың қоғамында есі дұрыс құндылық жинайтын автор қалмады, бір кітап жоқ десе, онда олардікі дұрыс болады, біздікі қате болады. Біздің тараптан біз өндіруге тиіс, біздің мойнымызда тұрған міндет атқарылып қойды. Енді басқаша болады. Ал бұның енді өмірде осындай болған оқиға бар ма деген сұрақ тұр. Мүмкін бе сондай? Иә, бар. Қалай болды? Осыдан 2 жыл бұрын Түркістан облысының Арыс қаласының әкімі алған, оған бір кісі кірген, ұсынған осындай. Ол тұрғанда қандай кітап оқытасыңдар? Өзбек ел және мәдени майдан. Жақсы кітап, әкел. Арыс қаласының білім бөлімінің басшысы бұйрық шығарған. 6 мектеп барлығына өзбек елін оқитын болсын. 9-10 класс балдар жарыс өткізсіңдер деген. Басында олар көңіл жүзде қарсы алған, бұйрықпен келгеннен кейін. Кітаптың қызығына кіргеннен кейін жарыстан жарыс. Өзіңнің қалай оянып толқып кеттің. 9-10 класстың қыздары да, ұлдары да толқиды. Бәрі жаппай оянысқа түседі. Не жүріс біздікі деп. Ішінде Ғани Мұратбаев туралы бөлімі бар, па? 16 жасар баланың істеп жүрген естияны жерде. Соны оқыған кезде аналары өздерінің қаншалық есейіп кеткенін сол жерде біледі. Сөйтеді тағыны бұлар дүрілдейді. Ол кітап 24 жылдың октябрь айында оның финалы болады. Ол финалын көруге парламент депутаты Абзал Құспан келеді Арысқа. Оған әкім қатысады. Автор ретінде мені шақырады. Содан барамыз, ол дүркіреге мереке болады. Сосын әкім Гүлжан деген ханым еді, фамилиясын білмеймін. Қатты толқиды тағыны, 2-ші айналым жіберіңдер дейді. 2-ші айналымға қант және ғылыми майдан кетеді. Биыл қатты әсерленген соншама олардың Жұмабекшіле жіберіңдер деді. Енді 6 мектеп тым аз, бүкіл Арыс қаласын оқытыңдар. Және бұрынғыдай 9-10 емес, 1-ші класты бастап оқытыңдар, Әділ Патшадан. Сөйтті дағына 21 мектепке бұйрық шығарып тастады. Сонда мысалға біз бүгін жаңалықтарды аша алмай, әсіресе сен Жаңаөзеннің балдары бүгін жаңалықты ашуға жүректерің дауаламай қорқып тұр. Не үшін бүгін жаңалықтың бәрін Жаңаөзендегі мектептегі қыздардың төбелесі деген масқара жаңалық басып кетті. Сондай масқарампаздықтан олар құтылды мысалға. Себебі ана кітаптардың бәрін жаппай оқып жарысып отқан Арыстағы мектептің қыздары да, ұлдары да төбелесу уақыт жоқ олардың. Себебі олар өмірдің басқа мәдени, рухани қабаттарын ашып, соның қызығына кіріп алып, ананы оқыдың ба, андай сұрақ келіп қалса қайтеміз, бүйтсе қайтеміз деп, команда болып бөлініп алып, соның ішінде жүр олар қазір. Осында рахатты көргеннен кейін Арыс қаласының әкімі қазір шалқып отыр. Білім бөлімінің басшысы жүрегі тыныш ұйықтайды. Мектеп директорлары да қазір сағат 9-да ұйықтап, адам сияқты 8-де ұйқысыған оянады. Ешкім ештеңені бүлдіріп жатқан жоқ. Сондықтан бұлар енді газды басқан үстіне база бермекші. Жекеменшік мектептерде бар. Мысалы мен Шымкентте көрдім өз көзіммен. Әужан деген мектеп. Құрылтайшысы келіп тағыны болды. Ағылшын, орыс тіліндегі бұрынғы қалыптасқан тәртіппен оқытатын жүйені тоқтатамыз. Таза мына отбасы хрестоматиясының құндылықтар жүйесіне ауысамыз деді тағын ауысты. Бұлар реформаны осы өткен мамыр айының соңынан бастаған. 3 ай жаз мұғалімдерін дайындады. Сентябрьде жаңа күшпен, жаңа концепциямен келіп кірді. 2 айдың ішінде кітап жарысын ұйымдастырды. 1-ші класс 2, 3, 4, 5 бәрін қамтып кетті бұлар. Енді осы 1-ші тоқсанда аяқтап жатыр. Енді 1-2 күнде не шығады? Қорытынды. Балалардың көзіндегі жанып тұрған отты көрсең, көкірегіндегі құндылықтар толғаннан кейін, трансцендент құндылықтар жайғасқаннан кейін, өмірдің құпия тылсым сұрақтарына аңызбен жауап алғаннан кейін, аналар деген енді ұшып кетейін деп отыр. Оны көріп директор балқып отыр ана жерде. Мынандай да қызық болады екен ғой. Бәлкім былтыр бұның ұштығы толып пұштығы да жоқ. Енді осы үлгіні бүкіл Қазақстанға біз осы подкастта үлгі алып айтамыз. Енді сіз де барасыз да
Жаңаөзен қаласының әкіміне кіресіз, сөйтіп айтасыз, Арыс қаласында осылай да осылай. Біз мына жерде Шамшырақ деген жай, Шамшырақ бір кітап оқитын. Шам кітап Шам, клубы, ол Шам кітап клубының күші, ол әлсіз, ол жерге еріктілер ғана барады. Кітапты оқуды сүйетін, сондай тәрбие алған отбасы мүшелері ғана барады. Оның саны шектеулі болады. Сол үшін де олар қоғамға тұтас әсер ете алмайды дағы, мектептегі қыздардың жаңағыдай бір-бірінің тұмсығын бұзып домалап шаңда аунап ататын себебі сол. Мына масқараны тоқтатқыңыз келсе, мына Арыстың үлкісін көшірейік, видеосы толып тұр. Ана команда болып жарысып отқан 8-7 класстың қыздарының сөйлегенін көрсеңіз, кітапты оқып алып, осы денесінен шығып кетер жаза осы тұрады ғой бүйтіп. Мен өзім барып көріп, әкімнің де қатты әсерленіп кеткен себебі сол. Алла, 21-ші ғасырда мынандай да қызық болады екен ғой деп. Себебі стереотип уже қалыптасқан. Мектепте балалар оқымайды, бәрі әдепсіз деген. Соны жойып жіберді 2 жылдың ішінде. Сондықтан бұл құрмақ теория емес, я болмаса қиял емес, арманда отырған сөйтсе ғой, битсе ғой дейтін емес. Болып жатыр ол оқиға. Енді көшіру керек, қондыру керек. Әкімнің және билікпен. Болды, билікпен құндылық өндірушілермен құндылықты таратуға пәрмен беретін билік өкілдері екеуі келіседі. Енді мынау тақырыптан бала тәрбиесінен бөлек, жаңа жас отбасыларға келсек, ажырасу көп екенін білесіз. Бұған материалдық жағдайдың да ақпараттық заман дейміз, әртүрлі жан-жақтан қаумалап жатқан ақпараттар көп, мынау психологтар көп, әртүрлі бағыт-бағдар беріп отырған. Осы турасында ойыңыз қалай? Ол туралы болғанда, ол ғылыммен келейік бұл мәселеге. Бұл құбылыстарды зерттеген кезде оның ақшасы аздығынан болды, анадан болды, мынадан болды деп айта алмайсың. Не үшін? Себебі, мысалға біздің әкелеріміз 32-ші жылдың ашаршылығын көрді. Ойбай, одан кейінгі жоқшылық, соғыстан кейін ғана жүнжіген заман, сорға үйленеді, той жасай алмайды, мысалға 7 класстық білім, 6 класстық біліммен колхоз басқарады, председатель болады, техникум зорға бітіреді. Солардың бәрі былай қарасаң отбасылар не деген берік, 10 бала, 12 бала туғызады. Соның бәрін оқытады олар, жер алады, үй салады, 80-90-ға дейін келеді, алжымайды. Ал енді қазір ажырасып отқандарды қарап, әлеуметтік жағдайдың нашарлануы ажырасты дейін десең, онда 50-ші жылдардағы Хрущевтің нанын жеп жүргендер жаппай ажырасып кету керек еді ол кезде. Сондықтан ол вариант өтпейді. Ал енді коучтарды тыңдау деп жатыр, психологтар. Ол неден болады? Оның бәрін 21-ші ғасыр қуыс кеуде ғасыры деді ғой. Оны қуыс кеудені ғылымда экзистенциялық вакуум деп айтады. Яғни адамның мәңгілік тіршілігіне қатысты жауап беретін құндылықтар жүйесіменен сол жүйеде пайда болатын сұрақтарға берілетін терең философиялық жауаптар жоқ, берілмейді. Сондықтан жастардың өзі ол кітаптарды оқымағаннан кейін элементарный сұрақтардың жауабын таба алмай қалады, көкіректегі қуыстар үлкейеді. Ол адыратады, сосын фрустрация дейді. Сосын күйреп құлайды ана жерден. Сондықтан бұл нәрселердің бәрін тоқтату үшін, жалпы ажырасу тоқтату үшін салмақты ер азаматтарға саласын. Яғни ер азаматтар тура қиссадағыдай адам ата қалай аманат арқалап алды, Алланың алдында Құдайдың дидарына ғашық еді, сол ғашықтығымен тұрып тағына Алланың ақыл парасатты тарататын, жердің бетін мейірім махаббатқа толтыратын аманатын мен алам деді дейді ғой. Дәл сол сияқты біздің ер азаматтар егер дәл сондай үлкен аманатты арқалауға қабілетті болатын болса, ол мектепте оқытылады енді. Мектепте бұл жүйе болу керек. Онда болды. Мына қазақта айтады ғой, ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деп. Ел қандай еркекті мақтайды? Өзінің жеке басының мүддесін бір шетке ысырып қойып, қоғамдық проблемаларды қорықпай арқалап кете беретін адамдарды жақтайды. Сондықтан қазіргі қыз-келіншектердің қазақтың жігіттеріне көңіл толмай тез ажырасатын себебі жігіттер жауапкершілік арқаламайды. Мектептегі, университеттегі алған рационалды білімдерінің бәрін қиындықпен бетпе-бет келуге жұмсаудың орнына қиын жерлердің бәрін айналып өтуге жұмсайды. Сондықтан бұны Карл Густав Юнгтің айтатын, тәңірлік азап деген содан шыққан, legitimate suffering дейді, заңдастырылған азап дегені ғой. Яғни Құдайдың, тағдырдың, табиғаттың мойныңа салып тұрған қиындығын ғылымның, білімнің күшімен, болмаса көкелерінің таныстығын пайдаланып, айналып өтіп кететін болса, онда бұл бітті. Сенің ішкі дүниеңде күйреу процесі басталады. Ол бір күні болса, бір күні құлатады соны. Сондықтан анадан көре бермей саясат жақсы, олардың бәрі қосымша факторлар. Енді онсыз да жаңағыдай өлейін деп тұрған, ұшайын деп тұрған бүріктер
бүркітті артынан түртіп үркітті дегендей, өзі онсыз да құлайын деп тұрған баланы барып, жаңағы жоқшылық, саясат, анау мынау жаңағыдай теріс идеология деген сияқты заттармен қосымша төпеп кете беруге болады. Ал үйтейін десем, онда неге адамдардың өмір сүруіне өте ыңғайсыз болған 20 ғасырдың алғашқы 40 жыл мысалға, екі дүниежүзілік соғыс қатар келіп, эпидемия, азаматтық соғыс деген сұмдық, сойқан, ашаршылық бәрі сөйлеп жүріп жатыр. Неге сол кезде адамдар мысалы не ажыраспайды, не өзіне қол салмайды, суицид жоқ мысалға. Көрдің, бәрібір адамның ішкі стержені, ішіндегі жаңағыдай құндылықтар жүйесі деген мықты болатын болса, сенің тіліңмен айтқанда, жаңа әжесінің тәрбиесін алып, әжесінің ертегісін тыңдап өскендерде ондай әлсіздіктің болуы неғайбылда, олар соңғы мүмкіндік үзілгенге дейін үмітін үзбей, тіршілікке жалған тырмысып күресіп кете береді, ерік-жігері мықты болады. Сондықтан егер ажырасуды тоқтатамыз дейтін болса, онда оны онтологиялық тұрғыда дейді. Онтологиялық деген түп бастауынан бастап түсіндіру керек оның мәнін, мағынасын. Сондықтан біз оған қатысты махаббаттың мәні деген кітапты жаздық. Бұны айттық, мектептерден оқып тастаңдар. Егер 8-9 кластың қыздары оқып алып, махаббат деген мынау екен ғой. Нағыз махаббат құмарлықтың лапылдаған сезімдер сөнген нүктеден ары қарай басталады дегенді ұғатын болса, онда олар лапылдаған құмарлықтың бойларын қысқан кезде оның махаббат емес екенін саналы түрде айырып тұру керек. Сосын кімнің етегінен ұстаймыз деген кезде біз қазір өзіміздің айналамыздағы қыздарға үйретеміз. Жігіттермен сөйлескенде, танысқан кезде түріне жабыса бермей, жұмысына, табатын табысына жабыса бермей, қоғам алдында, Құдай алдында, ар алдында қандай да бір жауапкершілік арқалай аласың ба деп сұраңдар анадан. Егер ол тақырыпқа кіре алмайтын болса, онда жолап қажет жоқ. Себебі ол жауапкершілік арқаламайтын адам жігіттердің бәрінің күйреуі өте жылдам жүреді. Жан-жақтан қысқан кезде. Бұны Виктор Франкл қалай түсіндіресің деген кезде, тастан соғылған қорғанның арқасымен түсіндірем дейді. Яғни арқаны тастан қалайды ондай майыстырып әкеп. Сол кезде неғұрлым арқаның үстінен ауыр тас қойсаң, салмақ соғұрлым езген кезінде бекемделе түседі дейді. Сондықтан ер азаматтар да сондай дейді. Неғұрлым ол жауапкершілік алған сайын, соғұрлым оның ішкі дүниелері бекемделген үстіне нығыздалған алған үстіне нығыздалып, күшейген үстінен күшейе береді дейді. Ал бұлар не? Кішкентай кезінен бастап қазіргі балдардың бәрі шешесі мен көрген қиындықты бұлардың көргенін қаламаймын деді дағына, өсіп келе жатқан баласының жолындағы қиындық атаулының бәрін жойып жіберді. Мәшине қағып кетсе қайтесің деді тағына, мәшинемен таситын болды. Ойбай, жаңағы бір педофил жетектеп кетсе қайтесің деп, папасы, мамасы барады есіктің алдында күтіп тұрады. Мектептегі болмашы ұрыс төбелесі балдар деген 5 минутта төбелеседі, 5 минуттан кейін достасып ойнай береді мысалы. Әр төбелесті барып соның жаңағыдай разбор жасаймыз деп барып класс жетекшісімен, анамен ұрған баланы, төбелескен баланы шешесімен айқайласып, алысып, жұлысып жүреді. Балама ешқандай қиындық келтірмеймін деген түрі ғой. Бұның бәрі енді ақыры не қалып келді? Ер азамат мектепті бітіргеннен кейін ер жігіттер өзінің проблемасын өзі шешуге қабілетсіз болып қалды. Міндетті түрде шешесі келіп шешіп беру керек болып қалды ана. Сондықтан бұл ажырасатын кезінде де шешім қабылдай алмайды. Бұл конфликтін қалай шешу керек өзі. Оған әйелі қандай претензия қойып жатыр мысалға. Оның бәрін түсініп тұратын түйсігі жоқ, оның бәрі мамасы шешу керек қой енді. Мамасы мәңгі ақиқасын жүре алмайды да оның. Және ерлі зайыптылардың тірлігіне үшінші адам араласқан кезде ол одан сайын күйрейді. Сондықтан ажырасу мәселесін көтересің бе? Мектептегі тәрбиеге қайтып ораласың. Сол жақтан келіп отыр ғой Қуыскеуде жауапкершілік арқалауға қабілетсіз еркектер мектептен өлім шықты ғой. Мектеп қаяқтан шықты? Ол балабақшадан шықты. Балабақша қайдан келіп түсті? Балабақшаға үйден келіп түсті. Сосын мамаларға қайтып ораламыз. Сондықтан бұл логотерапияда Элизабет Лукастың айтатыны бар жаңағы. Men live for something дейді. Ер азаматтар бір ұлы мұрат үшін өмір сүреді дейді. Women live for somebody дейді. Ал әйел заты дейді. Ұлы мұратты арқалаған ер азаматтар үшін өмір сүреді дейді. Біздегі қыз-келіншектердің өмір сүргісі келмейтін себебі сүйіп қосылған жары ешқандай жауапкершілік арқаламайды оған. Жұмыс істейді, ақша табады, үйге келеді, болды, бітті. Футбол көреді, анау көреді, мынау көреді. Ешқандай қоғамдық жұмыстарға тірліктерге араласпайды. Ал іштей ода адырау процесс жүріп жатыр, жаңа фрустрация жүріп жатыр. 30-35-ке келген кезде болды, жалығып кетеді. Сен адам жануар емес қой, тек қана тапқан ақшаға көп ет сатып алып, аздан кешке сен тамақ істеп пісіріп жеп отыра бермейсің. Сен мәдени өмірге араласуың керексің, сен әділдік үшін күресуің керексің, сен махаббат үшін күресуің керексің, сен қоғамға ізгілік таратуың керексің, сен артыңда із қалдыруың керексің. Оның бәрінің источнигі қайда? Қайдан алады оның бәрі? Сондықтан Қазақстанда жуық арада
тағы да айтамын жаңағы билікте отырған барлық балабақша мен мектептегі оқу жүйесіне тікелей ықпал ететін пәрменді кісілер осы махаббатты басқаны түбіне түсіндіріп бере алатын кітаптарды ендірмейтін болса, бұл тоқтамайды, кете береді. Жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, жаңа ер адамның өзінің жауапкершілігі болса, бір мәнді, әйел адамның сол жауапкершілікті арқалайтын, яғни ер азаматқа сүйеу болып тұрады. Бұл енді отбасылық адамдардың былайша айтқанда миссиясы да. Негізі отбасы отбасының өзінің классикалық моделі осындай да негізінде. Енді ол модель үлгі ретінде солай. Ал өмірде ол өзгеруі мүмкін. Қалай мысалға кейде әйелдері өте білімді, парасатты және ықпалды тұлға болуы мүмкін. Қайратты, өжет. Ондай кезде ер азамат оған көмектесіп, оған моральдық қолдау көрсетіп тұру керек. Бар ғой ондайлар, күрескер әйелдер. Мысалы қазір Қазақстанда Алматыда ана оқиғаны көрдің бе сен кеше? Бір қазақ мектебі соғылған, жап-жаңа аралас мектеп қыламыз деп шум шығарып жатыр. Сол жерде бір Аида Букаева деген бар, мысалға бұның алдында да сол қырылып келген. Бұл жолда сол жылап, еңіреп, қайта-қайта акиматқа барып, мынаны тек қана қазақша қылып ашыңдар. Ол әйелдің күрескерлік қабілеті мықты. Ал неғып ол өйтіп қорықпай сол жерде күресіп тұр? Себебі оның күйеуін мен танимын. Ол күйеуі өте мінезі жайлы, жұмсақ, ақшұқырдың жігіті. Сол ана әйелінің бүкіл күрескерлігін қолдайды, оған сүйеу болады. Солай күрескерлікке кеткен кезде үйдегі жағдайын ол реттеп қояды, бала шағасына қарап отырады. Ол ауысу мүмкін да, былай қарағанда. Мүмкін әйел сондай бір күрескер, жаңағыдай жалынды, және ол орысшада, қазақшада емін-еркін сөйлейтін сондай адам. Сонда ол мысалы кейде күйеуі құрылыста травма алып, мысалға сана сезімінде ақылында ауытқу болуы мүмкін. Болмаса тағы да бір травма алып жүре алмай қалуы мүмкін. Ондай жағдайда әйел шығады енді амал жоқ. Бірақ енді ең құрғанда моральдық қолдау көрсетіп, соның жағдай рухани өсетісіне, өркендеу түсуіне ықпалдасып отыру керек. Ал енді алтын модель бойынша әлбетте енді мысалға пайғамбарымыз шығып күресті әділдік үшін, әйелі Хадиша мысалға тірек болып тұр. Бүкіл саудадағы тапқан ақшасын бәрін соған салып отыр мысалға. Сондықтан егер осы модель ұстап отыратын болса, онда салмақ ер азаматтарға түсіп кетеді. Ал біз енді қоғамда не қит еткен проблемаға әйелдерді кінәлай беретін бір сәл бір әділетсіздеу көзқарас. Мен мүмкін болғанша де соны қиратуға, сындыруға тырысып отырамын. Себебі ер жігіттердің бұл оянуын шамадан тыс кешеуілдетіп жібереді. Анды қазір Қазақстан қоғамында карт бланш еркектердің қолында, саны аздығына байланысты олар үстемдігін жүргізіп тұр. Былайша айтқанда үйлену мәселесінде олар қыз таңдайды, қыздар ер азамат таңдай алмайды, саны аз ғой. Ал енді сондай мүмкіндігіңді артықшылығыңды енді сен дұрыс нәрсеге пайдалансақ, енді қоғамдық бір күйіп тұрған проблемамен қорықпай араласу, күресу керек те олар. Мысалы сол жаңағы аралас мектеп қылып ашамыз деп отырған кезде әйелдер барып жиналып алып мысалға. Неге ер азаматтар жоқ? Харизма болу керек қой ер азаматтарда. Атсаң ат, соттасаң сотта, өлтірсең өлтір, несиесін ал деп тұру керек қой негізінде. Көрдің? Сондықтан егер сонда ер азаматтар жарқырап шығатын болса күреске, міндетті түрде әйелдер оны өздеріне бір мақтаныш тұтады, тіреу тұтады, оның жолында құрбан болуға тырысады. Сондай мәселе. Енді ғылыми майданды көрдік, мәдени майдан, жер майдан. Енді келесі кітабымыз қандай майдан болайын деп жатыр? Келесі кітаптың қандай майдан болатынын айтпаймын. Оның кейіпкерін айтпаймын, бірақ кейіпкері дәл өзбек елі сияқты ұмытылып кеткен, мүлдем беймәлім адам. Бірақ істеген ісін, оның тәрбиелеп шығарған шәкірттерін көргеннен кейін адамдар қайран қалады, таң қалады. Айтпайтын себебім табиғаттың заңы солай. Әлі бітпеген, жарыққа шықпаған жобаңды мақтанып елдің алдында айтатын болсаң, өмір жүзеге аспайды. Сондықтан бұл сәттімен жүзеге асу үшін мен үнемі жасырын жұмбақ күйінде ұстап отыруға мәжбүрмін. Бірақ енді егер Құдайдың көзі тура болса, ғайбірін қылшылтен қанатын жайып қолдап тұрса, әулие пайғамбарлардың бәрі жаңа шафағатын төгіп тұрса, онда осы 26 жылдың жаңа жылына орай жаңағы смартфонмен басқамен әртүрлі теріс тәрбиенің кесірінен мынандай жабайы болып кеткен қазақ балаларының қалай дұрыс данышпан, дана, ғұлама, ғалым балдар тәрбиелеп шығаратын жолға қалай салып жіберуге болады деген тақырыпқа орай бір терең кітап жазып жатырмыз. Егер ол шығатын болса, онда бәріміздің көзіміз ашылып, онда мектепке қорықпай баруға болады. Менің кітабым бар, керек десең. Осы мәселені түбінен тарқататын деп. Ол академиялық еңбек. Ол мынандай шүрім-пірім бірдеңе емес, аннан қашқан, мұнан қашқан.
ұзаққа созылған себебі де сол. Ана академиялық тексттерді оқып түсінуің керексің сен біріншіден. Екіншіден аударуың керексің. Аударғанда сірескен жансыз мәтін емес, қазақ оқырмандары бірден түсініп қоятын стилистика таңдау керексің. Сол ұзақ уақыт алып жатыр. Сондықтан тағы бір майданды егер алып шықса, онда біздің мектептегі балдардың құдайы береді. Онда сен бір оқу жылында жаңадан бір мектеп істі бастайтын болса, жаңа кеш қалып қалған балдарға, 15 жасар балдарға, 14. Онда мәдени майдан, ғылыми майдан, жер майдан, тағы ана майданды қосатын болсаң, 4 майданды оқып шыққан кезде ана балаң жарқырап мынандай кәмпит болып шығады мектептен. Жау қайда деп аузын ашып ақырып тұрады, аузын порт шашып. Сондай жағдайға келе жатыр. Және бұл сол жүйені іске қосқан мектептер оның жемісін жеп бастады. Міне бәсе жаңағы Бекежан айтпақшы, қайда жүр екенсің, сайда жүр екен дегендей жаңағы мәселе, проблема қайда жатырсың, мына жерде жатыр екен, шешу мынау екен. Сонда оп-оңай болып шықты. Басшылар бұйрық шығарады, директор оны іске қосады, мұғалімдер алады кітапты оқытады, тәуелсіз комиссия келеді дағы олардан жауап алады. Болды, бітті шаруасы. Мектеп жарқырап, жайнап, ғылым ордасы, мәдениет ордасы, әдебиет ордасы болып шыға келеді. Ахмет аға, бұл майданда сізге жеңіс пен күш тілейміз, және бұл кітабыңызды асыға күтеміз. Бұл подкасттың түсірілуіне Жаңаөзен ішкі саясат бөліміне алғыс білдіреміз. Заңғар әңгіме подкастына тіркеліп кетіңіздер.